Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге дастарханның сәні, дәмі тіл үйретін Гүл ханым тағамын ұсынамын. Ол үшін ең алдымен қазанға май құйып, оған осылай картоптарымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Мен басында майды көп қойып, одан кейін қасықпен алып алдым артық майды. Негізі азғантай майға қуырсаңыздар жарайды. Одан кейін қазанымызға осылай майды салып, мен құйрық май салдым, алдын ала қатырылған. Одан кейін осылай еттің үстіне паприка, менде тұздалған ет болды, оның үстіне тек қана паприканы салып, осылай қазанға салып, қуырып, әрі қарай пісіріп алдым. Ет пісіп жатқан уақытта енді қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін табағымызға жұмыртқаны салып, үстіне тұз, жылы суымызды құйып, одан кейін мен сұйық май салмадым, өздеріңіз сұйық май қоссаңыздар да болады. Одан кейін ұнды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Одан кейін қамырымызды кішкене уақытқа тындырып қоя тұрамыз. Тынып болғаннан кейін, әбден иіні қанғаннан кейін, осылай оқтаумен жайып аласыздар. Жұқа етіп жайып алғаннан кейін начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жуа мен сәбіз қажет болады. Одан кейін осылай күлшеміздің үстіне сұйық майымызды жағамыз. Одан кейін начинкаларымызды орналастырып, видеода көрсетілгендей орап шығасыздар. Міне осындай гүлдер жасайсыздар да, одан кейін етіміз дайын болып қалған уақытта үстіне қуырылған картопымызды және де осылай гүлдерімізді орналастырып, оның үстіне бір кружкадай су құямыз. Бір кружка толтырмаңыздар. Міне осындай суды құйып, бетін жауып, жай отқа қойып қоясыздар. Міне біздің ерекше дәмді, әдемі тағамымыз пісті, дайын болды. Міне осылай тарелкаға салып ұсынасыздар. Бетін өздеріңіз қалағанша әрлеп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Парақшам пайдалы, ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.